Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең дәмді дайындалатын сметаник дайындайтын боламыз, яғни қаймақ бәлішін. Ол үшін бізге қамырына ұнды иректен өткізіп, кейін үстіне қопсытқышымызды салып, қантты салып және бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап осылай қолымыздың көмегімен үгітіп аламыз. Үлкен түйіршіктер қалмауы керек, осылай сақ болғанша үгітіп аламыз. Кейін үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап қамырымызды біріктіріп елеп аламыз. Біріккен қамырымызды таза салафанға осылай салып, 15-20 минутқа тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына қаймақ, қант және де жұмыртқа қажет. Барлығын осылай шұңғыл ыдысқа салып, біріктіріп, қол миксердің көмегімен араластырып аламыз. Ендігі кезекте қамырымызды формаға жайғастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 23 см. Қамырды жайғастырған кезінде бокалдың көмегімен немесе үлкен қасықтың көмегімен осылай жайып аламыз. Барлық жері біркелкі түзу болуы міндетті. Кейін салмамызды салып, қызып тұрған 180 градустағы пешке 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған бәлішімізді осылай пышақтың көмегімен формадан ажыратып аламыз. Кейін бөлме температурасында жарты 1 сағат уақытында суытып аламыз. Және де суыған бәлішімізді тоңазытқышқа салып қойсаңыз, одан сайын әдемі болып, қаймағы қатып, кейін тураған кезінде әдемі болып туралатын болады. Осы рецептімен міндетті түрде дайындап көріңіз. Және де осы рецептімен тапсырысқа да дайындасаңыз болады. Міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.